Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін лаваштың тестасынан осындай өте оңай, дәмі керемет және дастарханның сәнін ашатын тіске басар дайындайтын боламыз. Самса тағы да басқа заттардың қасына қойсаңыздар өте әдемі болып тұрады. Бізге ең алдымен лаваштың тестасы қажет. Осылай ортасынан бөліп, видеода көрсетілгендей орайсыздар. Менің лавашым тым үлкен екен. Кішірегін алсаңыздар жақсы. Осылай жақсылап орайтын боламыз. Қатты тығыз қылмай. Содан соң сумен осылай жапсырасыздар. Осылай жақсылап жапсырып аламыз. Іші осылай ашық болуы қажет. Енді барлығын противенге осылай қатарлап қойып шығасыздар. Бір-біріне жақын қою керек екен, сонда түсіп кетпейді. Бетіне жұмыртқа жағып күнжіт себеміз. Енді ішіне салат дайындайтын боламыз. Мен жұмыртқа турадым. Осылай барлығын кубиктап майда етіп турап алдым. Өте дәмді салат шықты. Енді бізге тауықтың еті қажет. Оны да майдалап кубик етіп турап алдым. Және де қияр қажет. Оны да өте майда етіп турайтын боламыз. Жеуге ыңғайлы қылып. Барлығын осылай бір ыдысқа саламыз. Енді дайын горох салдым. Жүгері қоссаңыздар да болады. Енді тұз қосамыз. Және де майонез салып, енді барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Тұзы, майонез барлығы жақсылап араластырып дайындап алатын боламыз. Осымен біздің салатымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Лаваштың тестасы осылай шықты. Енді осының ішіне салатымызды салатын боламыз. 180 градуста 5 минут қана пісіресіздер, одан көп пісіруге болмайды. Әйтпесе қатты болып сынып кетіп, немесе түсіп кетеді. Енді бізге укроп қажет. Укропты майда етіп турап, осылай бетіне сеуіп, немесе батырып аласыздар. Өте әдемі көрінеді. Дәмі керемет болып шықты. Сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Арнамда күнделікті жаңа рецептер шығады. Өте керемет торттардың, тәттілердің, неше түрлі банкалардың рецептісін таба аласыздар. Барлығын осылай жасап шығамыз. Өте оңай. Бар болғаны жарты сағатта дастарханда өте әдемі көрінеді. Барлығы үйлесіп өте керемет дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай біздің тіске басарымыз дайын. Өте әдемі болып шықты. Видеоны лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Баршаларыңызға ас болсын. Осылай әдемі болып шықты.